экстремизм мен терроризм бүгінгі заманның басты қауіптерінің бірі. Онымен күресу әрбір азаматтың, қоғамның және мемлекеттің ортақ міндеті. Қазіргі таңда діни экстремизм мен терроризм бүкіл әлем үшін қауіпті мәселеге айналды. Бұл құбылыстар қоғам тұрақтылығына, мемлекеттің қауіпсіздігіне және адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Діни сенімдер мен рухани құндылықтарды бұрмалап, зорлық-зомбылықты насихаттайтын экстремистік топтар халықтың санасын улап, тұрақсыздық тудыруда. Қоғамдағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау үшін діни сауатты болу, ұлттық бірлікті нығайту. Діни экстремизм мен терроризмнің мәндері қандай? Діни экстремизм бұл діни көзқарастарды радикалды түрде ұстану, басқа сенімдер мен идеяларды мойындамау және қоғамға, мемлекетке қарсы әрекеттер жасау. Ол көбінесе діни сенімді бұрмалап, зорлық-зомбылықты ақтау арқылы көрініс табады. Қарсы Ұлытау облысында жасаған видеосына назар аударыңыздар. Деп тұрғын экстремизм терроризм, соған қарсы осындай көптеген шаралар қазір жүргізіп жатырмыз. Соның біреуін осы күн емхана ұжымына көрсетейік деген ниетте келіп тұрмыз сіздерге.